Сәлем достар, біз бүгін Дастан сериалында Баламырдың рөлін сомдаған Чоман Кумбаражы башы туралы қызықты мәліметтер айтамыз, сондықтан лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Чоман Кумбаражы башы 1971 жылы 18 қазанда Аргентинада аргентиналық ана мен түрік әкенің отбасында дүниеге келген. 6 жасында Түркияға келген Чоман Кумбаражы башы бастауыш мектепте түрік тілін үйренген. Ол Стамбул Аустралиялы орта мектебінде оқыды. Мектеп хорында ән айтты. Ал театр мен орта мектепте оқып жүрген уақытта танысқан. Кейін жоғары білімді Стамбул техникалық университетінің теңіз сәулет өнері факультетінде алған. Түрлі деңгейдегі театрларда қосымша рөлдер ойнап сахнаға шықты. Ол алғаш рет 2004 жылы Тең лақтыру толықметражды фильміне түсті. Угур Юджул бұл фильмде режиссер, продюсер және сценарист болып жұмыс істеді. Басты рөлдерде Кинан Имирзағұлы, Улгун Шимшек, қалған рөлдерде Бахри Биат, Эли Манго, Энгин Гунайдын, Чоман Кумбаражы башы Эркан Жан ойнады. 2005 жылы Максун Қырмызгүл және Берен Сатпен бірге Ашқа сүргін телекикаясында Арда мен Чибан Азигуул кейіпкерлерін сомдады, бірақ аяқталмай тұрып шоуды тастап кетті. Асылы Тандоған және Бестебеде кетпен бірге Краб Тубинг студия құрды. Чоман Кумбаражы башы 2005 жылы Ашқа сүргін телекикаясында танысқан Асылы Тандоғанмен кездесті. Жеке лицейдің театрын басқарған Чоман Кумбаражы башы иығымдағы періште спектаклінде рөл ойнады. 2010 жылы Демирер түсірген Ибах Иба 2 фильмінде басты рөлді сомдады. Осы жылы ол Клаудия Кардинале мен Исмаил Хажугулумен басты рөлді бөліскен Синьора Энрика мен итальяндық болу фильмінде итальяндықтың рөлін сомдады. Бұл фильмге Фахрие Эбженде түсті. Ол 2012 жылы 28 желтоқсанда шыққан HTR2V трансформация қорқынышты фильмінде бой көрсетті. Гитарада ойнайтын Чоман Кумбаражы башы ажайып әдемілер атты музыкалық топ құрды. Чоман Кумбаражы башы бұрын адвокат әйелге үйленіп ажырасқан болатын, оның Денис есімді ұлы бар. 2021 жылы ETV арнасы түсірген Дастан тарихи сериалында Баламырдың рөлін сомдады. Бұл сериал қазақ тілінде көрсетілгендіктен қазақ көрермендерінің жүрегінен жол тапты. Ақпарат ұнаса әдеттегідей лайк басуды, пікір жазуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.